Сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбы сұрақ-жауап видеосы болады. Бұл менің YouTube арнамдағы екінші рубрикам. Егер осы видеоны жазса менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер және жақында 160 тіркелуші менің арманымды орындадыңыздар және осы қаңтар айында 180 тіркелушіге жеткізейік. Қазірдің өзінде мен 169 тіркелуші бар, ал енді 11 тіркелуші қосайық. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды және алдыңғы видеода шок менімен сағат 9-ға дейін бол деген видеода мен сіздерге сұрақтарыңызды қойыңыздар деген болатынмын. Сол кезде сіздер сұрақтарыңызды қойдыңыздар. Ал ендеше көп созбай видеомызды бастайық. Мен осы апта сайын сіздерге сұрақ-жауап видеосын түсіріп тұрамын. Сондықтан да мен комментариян қай видео тұрамын, сондықтан сол кезде сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Міне, мен айтпақшы сұрақты осы өзімнің планшетімнен қарап отырамын. Және мен ол сұрақтарды дайындап алдым. Алыншы кет. Бірінші сұрақ Айнар Асам деген қыздан. Балжан, сен күштісің, дами бер. Рахмет. Сұрағым, атың кім? Нешінші сынып оқисың? Қалай жануатын тасың? Атым Балжан, және нешінші сынып? Мен 7-ші сынып оқимын. Қалай жануардың тасың? Мен күшікті қатты ұнатамын. Иә, маған күшік қатты ұнайды. Ал екінші сұрақ. Айтпақшы, көбісі маған сәлем жолдашы деп жазыпты. Сәлем жолдашы дегендерді барлықтарына сәлем, қуана-қуана. Мен сіздерді мені көріп осылай белсенділік танытқандарыңызға ризамын және сіздерге үлкен сәлем жолдаймын. Келесі ол деген каналдан екен. Балжан, алдадамы, мың подписчик тілеймін. Сен ютубта қанша тіркелуші, не үшін қалайсың дейді. Рахмет. Және де мен ютубта негізі әзірше 500, содан кейін 1 миллион, және одан да өте көп тіркелуші қалаймын. Және де ол не үшін деген сұрақ қойыпты. Себебі мен өзімнің ютуб арнамды шынында дамытқым келеді. Мен осы ютуб арнадан 2016 жылы ашқан болатынмын, бірақ та ол күндері онша бүйтіп сәндеп видео салған жоқпын. Осы 2020 жылдан бастап, 2020 жылдың ең соңғы бір айынан бастап уже қолыма алдым және бұл влог түсіруге маған ұнайды, қатты ұнатамын. Камераның алдында өзімді еркін сезінемін. Және сондықтан мен өзімнің ютуб арнамды дамытқым келеді және де алда сұр кнопкамды алғым келеді. Сондықтан да ютуб каналды аштым және ең басты, бірақ ол емес. Ең басты сіздердің маған деген қолдауларыңыз деп ойлаймын. Және ютубымды дамытқым келеді. Және де келесі сұрақ тағы да маған сәлем жолдаш. Сондықтан сіздерге айтайын, барлықтарыңызға сәлем тағы да. Алия Куман деген қыздан, молодец, рахмет. Және сұрағым, туған күнім қашан? Менің туған күнім 29 наурыз. Иә, 29 наурыз. Мен сол күн туған болатынмын. Келесі күшті сұрағым, қандай программамен монтаждайсың? Дами бер. Мен негізі ол қандай программамен монтаждайтынды, қалай интроларын жасайтынды сол туралы жеке видео түсіремін. Қаласаңыздар сол жақта бәрін айта кетемін. Сондықтан сол видеоны міндетті түрде күтіңіздер. Бірақ әзірге мен сіздерге айтатыным ол енді Power Director және де интроға мен үшін айтсам 7 нені қолданғанмын. Бір интро жасау үшін өте қиын болды мен үшін басында. Бірақ қазір уже үйреніп кеттім. Pixar та бар, менде әртүрлі көптеген приложениялар бар, бірақ оны ешкім айтпаған приложенияларым да бар. Бірақ мен ешқандай киномастермен етпеймін, сәндемеймін. Иә. Және келесі сұрақта, молодец, қандай программа монтаждайсың? Оны да айтып кеткенімдей бағанағы видеомда сәндейтін боламын. Қалған сұрақтардың барлығын сіздер көп сұрақ қойыпсыздар, бірақ сонда да айтып кетейін. Мен InShot, сосын тағы бір сондай бір программалар бар, оны нақты көрсетемін келесі видеода, міндетті түрде көрсетемін. Содан кейін InShot та бар, Power Director да бар, содан кейін Intro деген приложение да бар менде, бірақ олар әртүрлі аттарын ұзақ вообще. Содан кейін келесімде Pixar бағана айтып кеткендей, содан кейін тағы да 1-2 приложение бар, бірақ та олардың бәрін сол видеода айтатын боламын. Бірақ та сіздерге тағы да алғысымды білдіргім келеді, себебі менде ешқашан осындай болады деп ойламаппын. Мен негізі 2016 жылы ашқан кезде, менде өздеріңіз білесіздер, содан бері 140 тіркелуші болған, 140 тіркелуші, иә. Ал енді осы бір айдың ішінде сіздер маған 29 тіркелуші қостыңыздар. Ол үшін мен өте қатты ризамын, сол үшін сіздерге рахмет. Мүмкін ол сіздерге аз шығар, бірақ мен ол қатты қуантады, сол үшін сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Сіздерге мен осы апта сайын ең соңғы видеоларымда комментарияны ашатын боламын. Егер ашылып жатса, сол кезде сіздер сұрақтарыңызды қойып алыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Және келесі жолы жеке сәлем жолдайтын боламын. Мен айтпақшы, менің арнама тіркеліп осы видеоға лайк басып кетсеңіздер, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сау болыңыздар.